Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай болып жатыр сіздердің? Менің көңіл күйім керемет, тамаша. 27 қазан, Джо Диспензадан оязық. Менің алған білімдерім квантовый физиканың басты негіздері. Біздің ойымыз бен ойымыздың сыртындағы бейнелер, олар бір-бірімен байланысып жатыр. Және біздің саналы және ессіз ойларымыз бен сезімдеріміз, міне нақты осылар біздің өмірімізді, тағдырымызды басқарып тұрған. Міне осыдан кейін білуге болады, біздің өмірімізді басқарып тұрған не екен, біздің өміріміз неге байланысты екен. Сіз үлкен адамсыз, саналы түрде ақылыңызбен ойлайсыз. Жақсы нәрселерді ойлайсыз, өміріңізді жасайсыз. Ал ессіз деп тұрған ол бір кездері болған сіздің өміріңізде. Бірақ ол мына миыңызда тұрып алып, миыңыздың қатпарларында, бейсанаңызда тұрып алып, сіздің өміріңізді басқарып тұр. Сіздер білесіздер, менің МГУ-да гипнотерапияны оқығанымды және көп адамдар болып оқыдық бірге. Бізге гипнотерапия жасатуға келген жандар мысалға айтып жатады: менде родовой проклятие бар, карма бар, менің шешем мені қарғады, менің шешемді арғы өзінің әке шешелері қарғады, әкем мені өлтірем деді, ағаларым мені сен қызсың деп төмендетті. Бір көрші ер азамат мен 6-7 жаста болған кезде үйіне кіргізіп алып, маған бірдеңе жасады. Мен ол кезде білген жоқпын не жасап жатырғанын. Және сондай өмірде де көп төмендетуді көрген. Міне осылар өмірлерін басқарып тұрады. Осы ессіз деген міне осылар. Ессіз кезінде сіздің өміріңізде болды. Сол миыңызға жазылып қалып, сізді басқарып тұрған міне осылар. Осыны білу арқылы сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді жасап аласыздар енді. Бұрынғы жазылып қалған нәрселерді ойламайсыздар, жақсы нәрселерді ойлап, өзіңіздің өміріңізді, өзіңіздің тағдырыңызды жасап аласыз. Мысалға бізге гипнотерапияға келіп жатырған адамдар айтады: осындай қарғыс бар менде, өмірім жаман, және ол балаларыма кетіп бара жатыр осындай қарғыс. Не істесем болады деп жатады. Міне осы адамдар осыны білу арқылы өз өмірлерін жасап алыңыздар. Немесе маманға барыңыздар, психологқа емес, гипнотерапевт мамандарына. Психологтар сізді тырнап арғы